Жақында менің оқырманымнан мынадай сұрақ келген екен: менің жалақымнан 58% ұсталынып жатыр. Бұл заңды ма деген сияқты. Біз көбінесе айтамыз, жалақының 50% сіздің қалтаңызда қалу керек деп. Бірақ бұл заң жұмыс жасамайтын бір жағдай болады, ол алимент бойынша істер. Өкінішке орай, егер де сізден бірінші некедегі балаларға сіздің жалақыңыздан 33% ұсталынып отқан болса, екінші некедегі балаларға 25% ұсталынып жатқан болса, 25-ке 33-ті қосатын болсақ, бізде 58% болады. Яғни сіздің жалақыңыздан 58% ұстауға бұл жағдайда толыққанды құқығы бар. Бұл жағдай бойынша заңгерге барып, адвокатқа барудың қажеті жоқ, өйткені практика сондай. Судьялар бұл бойынша алиментті азайтпайды. Сіздің жалақыңыз 50% қалтаңызда қалу керек деген ұстаным ұстанбайды. Өйткені бұл жерде кәмелетке толмаған балалардың құқығы былайша айтқанда тапталып жатыр. Сондықтан да жағдай өте көп болуы мүмкін. Бірінші неке, екінші неке, үшінші неке деген сияқты бұл жерде жалақыңыздың тек қана 50% қалтаңызда қалады деген сөз емес.